Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер және ұстаздар. Бүгін мен сіздерге орыстардың «Что, где, когда» ойынының қазақша версиясымен таныстыратын боламын. Дәл осындай ойын және осыдан басқа да көптеген интеллектуалды ойындарды менің YouTube арнамдан және де комментарий бөліміндегі сайттан таба аласыздар. Ол каналда, менің каналымда, яғни заманауи мұғалім YouTube арнасында осындай көптеген топтық, жұптық, ашық сабаққа қажетті көптеген ойындар, кері байланысқа, яғни сабағыңызға керекті, мысалы кері байланыс, тергіту сәті, топтық жұмыс сияқты барлық топтарға керекті әдіс тәсілдерді таба аласыздар. YouTube арнада апта сайын көптеген жаңа ойындар салып отыратын боламын. Сол үшін мынау видеоны бастаудан алдын менің арнама тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал енді мына жерде мен бүгін осы видеода «Что, где, когда» ойыны қазақша версияда не, қайда, қашан деп аудардым. Яғни осыны мысалы қазақша версиясын көрсетемін. Не үшін топтық жұмыс деп айттым? Өйткені бұны біз топтық түрде ойнатуға жақсы келеді. Өйткені мына жерде мысалы «Что, где, когда» бойынша мына жердегі зрительге мысалы басқарушыға беріледі балл, одан кейін бір топ ретінде қатысады, соларға балл беріледі және сол арқылы ойнатылады негізі ол ойын. Ал енді оны біз мысалы сабақта қолдану үшін бірінші және екінші топ немесе топтардың атын жазу арқылы да қолдануға болады. Жалпы шаблонда титульный беті бар, одан кейін мына жерде 12 сұрақ. Мынау барабан айналады, 12 сұрақтан тұрады. Жалпы осыны мен ашып көрсетейін. Ең алдымен бірінші бетінен показ слайдтан сначала деп ашамыз. Ойынды бастау деген батырмаға басамын. Бастау деген батырмаға басқаннан кейін осылай ашылады. Енді мына жерде мысалы мынаған басып, ойынды бастаудан алдын мынаған басып ойнайды. Яғни оны бір топтан бір оқушы жасайды. Яғни екіге келді. Енді мына жерде екінші ұяшықты ашамыз. Екінші ұяшықты ашқаннан кейін осылай ашылады. Енді сұрағын шығару үшін мынаған бір рет басамыз. Сол кезде осы жерде сұрағы шығады. Одан кейін талқылайтын уақыт кетеді. Осы уақытты мына жерде уақытта бастап, осы уақыт аралығында ойланады оқушы және жауап береді. Одан кейін жауабы батырмасына басып жауабы шығады. Сосын келесі деген батырма екі шетінде бар. Енді қайсы топ дұрыс жауап берді? Яғни бірінші топ 1 балл беріледі, мысалы, ал екінші топ жауап берген жоқ, мысалы. Сондай келесі деген батырмамен осы жерге келеді. Одан кейін айналып басқасы ашылады. Мына жерден 8-ге өтеміз. Сұрағы шығады. Жауабы келесі. Енді мысалы тағы да бірінші топқа балл беріледі. Осындай ойнатылады, яғни соңында аяқтау деген бар. Мына барлығы істейді. Барғаннан кейін ашылған нелер осындай жабылады. Мына жерде ұяшықтар жоқ болып кетеді. Енді соңында аяқтау деген батырма арқылы аяқтаймыз. Бұл жерде осы шаблонды өзгерту өте оңай. Басқа шаблондар сияқты мына жерге топ, бірінші, екінші топ деп қойсаңыздар да болады. Болмаса топтың атауында жазуға болады. Мына өшет, барлығы өшет, оңай өзгереді. Одан кейін сұрағы өте қарапайым. Мына жерде өшіріп, сұрағыңызды жазасыз, жауабы деген жерге жауабын жазасыздар. Ал енді қалған барлығы бірдей. Мына жерде қара жәшік бар. Яғни сол ойынның шарты бойынша қара жәшікті алып шығып ортаға қойсаңыздар болады партаға. Соның ішіне зат салып, осылай ойнатсаңыздар да болады. Немесе мынандай ішіне қойсаңыздар болады. Осыны мен ашып көрсетейін. Міне қара жәшік. Енді оны анаяқтан келеді. Мысалы, 6-шы ұяшықты ашқан кезде осылай шығады. Қара жәшік осылай ашылып, ішінен мысалы осындай зат шығады. Енді бұны да мен қалай өзгерту керегін көрсетейін. Мынаны алып тұрасыздар былай. Енді мынаны мысалы осылай изменить рисункпен алманың орнына кез келген заттың суретін мысалы Google-дан болмаса басқа жерден алып қойсаңыздар болады. Оңай. Анимация өзі сақталады. Осылай қоясыздар, болды. Сосын мынаны былай өз орнына қойып қоямыз. Болды. Сонымен оңай. Яғни мына жерге затты қойып ойната бересіздер. Барлығында өзінің уақыттары мына жерінде тұр.
Оны қолданасыздар, болмаса қолданбайсыздар, оны өздеріңіз білесіздер. Мына жерде екі шетте де анимациясы істейді. Келесі деген батырманы басқан кезде мына жерге келеді. И осылай екі топты бағалай отыра ойнатуға болады. Осы ойынды сабағыңызда қолданыңыздар, ашық сабаққа да келеді, жай сабақта да қолдануға болады, топтық жұмыс ретінде. Өте жақсы әдіс. Өйткені бұл әдісті әлі ешкім қолданған жоқ. Өйткені енді ютубқа саламын осы ойынды, одан кейін мысалы қолдансаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет.